Жарнамадан оралдық, құрметті көрермен, арнамызға жаңадан қосылған көрермендер болса тағы да бір рет қайырлы күн дейміз. Ал біз эфиріміздің екінші бөліміне де келіп жеттік. Демек мен студияда жалғыз емеспін. Бүгін бізбен бірге облыстық халық шығармашылық орталығының қызметкері Мұрат Нағашыбай келіп отыр. Қалыңыз қалай? Жақсы. Көңіл-күй тамаша, сұхбатқа дайынбыз. Енді дайын сияқтымыз, рахмет. Онда сізбен танысып өтейік. Жалпы шығармашылық жолына қалай келдіңіз, өзіңіз қай жақтансыз? Енді өнерге келген үлкен жоғары оқу бітіргеннен есептелетін шығар енді. Арқалық қаласындағы Торғай гуманитарлық колледжді бітірдім. Ерлан Нұрманғалиев деген ұстазымыздан домбырасын бітіргеннен кейін. Содан бастап енді еңбек еттік қой. Ұзынкөл ауданында қызмет жасадым 7-8 жыл. Одан бері қарай Меңдіқара ауданында жұмыс жасадым 7-8 жыл. Енді қазір 5-6 жыл болды қаланың ортасында қызмет жасап жатырмыз мәдениет саласында. Бірақ шығармашылық жолына түсуге не түрткі болды? Енді мен өзі көп өнер адамдарының шығармашылығы, жалпы өнері сол мектеп сахнасынан басталады ғой, мектеп қабырғасынан басталады. Енді бойда аздап талант болғаннан кейін, өнер болғаннан кейін соны адам өзі не бағытын алады ғой. Өнер жолына қарай бет бұрдық енді. Мен енді өзім анам өнердегі адам болған, айтысқа қатысқан кісі, сондықтан шамалы енді сол қанымызда жаңа ананың сүтімен келген шығар, аздап сол өнер жолына басталғаннан кейін арғы еңбекпенен дамыды ғой, еңбек етуменен. Енді 20 жыл болды, сол қызмет еңбек жолын бастағаннан бері сахнада 20 жыл деген бір шығармаларды ұйымдастырып отырмыз. Керемет. Жалпы шығармашылық қызметіңіз 2006 жылы Ұзынкөлде басталды, иә? Сол кез қалай есіңізде қалды? Ол кезде енді диплом алғаннан кейін қызметпен бардық, мектепте жұмыс жасап бастадым, өзде ештеңенің ретін білмейміз, жас маман былайша айтқанда. Мектепте азғандай қызмет жасағаннан кейін мәдениет үйіне ауысып, сол сахнада сол жерде үлкен ағалар, апалардан тәжірибе алмасып, ақырын үйрендік қой енді. Сол негізі баспалдақ қалай басталады, өзі солай кетеді ғой деп ойлаймын. Сондықтан ол жерде енді дұрыс бағыт алған шығармын. Үйрендік, көрдік, үйреткен кісілер болды, жол көрсеткен кісілер болды, бағыт берген адамдар болды. Сахнада жүріс-тұрыс, сахнада сөйлеу мәнер, шараны ұйымдастыра білу, жалпы адаммен, көрерменмен қарым-қатынас жасай білу, соның бәрін көрсеткен жандар болды. Сіз ән айтасыз, е? Енді негізі мамандығым сол домбыраны бітіргем. Бала кезден домбырамен айттым. Сол енді еңбек жолына келгеннен кейіннен концерттерде жүргізушілік, жаңағы нелерді үйрене бастадық. Соған бет бұрдық. Одан кейін сол мәдениет үйінде жаңа Ұзынкөл ауданында жұмыс жасап жүрген кезде бір топтармен өлең айттым. Сол жерде Атамекеннің топ болды. Әжелер ансамблін құрып, әжелермен қызмет жасадым. Жастарды ұйымдастырып, шағын ауыл театрын ұйымдастырып, сол жерде халыққа қызмет жасадық. Сондай шараларды ұйымдастырып, үйірмелерге қатысып, жобалар ұйымдастырып жүрдім. Жергілікті халықпен көбірек жұмыс жасап дегендей. Кімге қарап бой түзедіңіз? Енді шынында да адам өзі бір еліктейді ғой. Еліктеушілік болады, бірақ өзі әр еліктейтін кезеңдері болады деген сияқты. Мен өзі ән орындаған кезде бұрын өзім жақсы көретін әншілерім, кәдімгі студент кезімде де Досымжан ағалардың әнін айтатынмын, Нұрлан Үйірбаевтың әндері, қарапайым, сондай табиғатқа келетін әнді айтасың ғой. Кейіннен енді бала кезден жаңағы театрларды, әзілдерді, айтысты көп көрдім. Сол кейіннен енді өзіңнің бір актерларыңды жақсы көресің. Бауыржан Шоуды көп көрдік бала кезде, Тамашаны көрдік. Шаншар шықты кейіннен, Алдар Аспан шықты деген сияқты. Сондай қазір оның мен ғана емес, көбі осы өнер саласынан көбісі еліктейді ғой. Кейіннен енді мынау жаңағы Қабатов шықты, Тұрсынбек, ол кісінің проектілеріне қатыстым барып. Сол кісілерден шамалы бағыт алып, түсініп алғаннан кейін арғатай өзің еңбек етсең шығады ғой. Өзіңіздің жолыңызды қарадыңыз. Жол бір керемет, ерекше жол салдым демеймін, бірақ сол бір өнерді жалғап қолдан келгенше келе жатырмын енді. Алғашқы қызметіңізде сіз шәкірт тәрбиелеумен бастадыңыз, демек? Енді шәкірт дегенде қалай, ондай бір керемет шәкірт жоқ, бірақ енді бағыт беріп, бізде облыстық мәдениет басқармасының жаңағы қолдауымен, облыстық халық шығармашылық орталығының ұйымдастыруымен Жас тұлпар деген оқушылар айтыс өтеді жылда облыстық, биыл да өтеді. Соған балалар дайындадық, аудандық жаңағы қызмет жасап жүріп, мектеп қабырғасында балалар дайындап, енді керемет ақын болып кетпесек те әйтеуір сол ауданның атынан қатысып,
бұл ауданның бір деңгейін көтердік деуге болады шығар. Кейіннен енді облысқа келіп, қазір сол жас тұлпарды өзім ұйымдастырып, өзім жүргізіп, сол қызмет жасап жатырмын ғой. Өзіңізге қай бағыт ұнайды? Шәкірт тәрбиелеген бе, әлде өзіңіз өнер көрсеткен? Шәкірт тәрбиелеу деген өте қиын дүние. Оған дұрыс тәрбие білу керек, оған бағыт бере білу керек. Дұрыс болмай қалса, ол өте қиын. Сондықтан шәкірт тәрбиелеугеннен гөрі сол іс-шара ұйымдастырғанды жақсы көремін, шын айтсам. Өзіме жақын сол. Сол оңайырақ сияқты маған. Енді онда қазіргі қызметіңізбен жобаларға кезек берейік. Жалпы облыстық шығармашылық, халық шығармашылық орталығында қандай бағытта жұмыс істеп жүрсіз? Мен өз халық шығармашылық орталығында халық бөлімінде ұлттық нақыштағы, сосын және осы мынау ұлттық нақыштағы жобаларды заманға қарай бейімдеп жасап жатырмыз. Оны тек қана мен емес, мен енді былай жобаның бір ұйымдастырушысы, былай жауапкершілігі менде болғанменен, қасымда көптеген әріптестер бар, үлкен кішілі қолдайтын жандар бар. Бәріміз жабылып жасаймыз негізі көп нәрсені. Бірақ енді сол жобаға жауапты болғаннан кейін басы-қасында жүреміз ғой. Соны жүргіземін, соны ұйымдастырамын. Әртүрлі жоба бар, ол жерде енді облысымыздағы өнерпаздарды таныту, өнерпаздарға жол сілтеу, сахнаға шығару, соны мақсат сол. Негізгі орталықтың да мақсаты сол. Тек қана ол құр өткізіп қоя салу емес, реті кесе қарақай соларды дамыту, жергілікті сазгерлердің әндерін насихаттау, ақындарымызды насихаттау, жаңағы әншілерімізді насихаттау, негізгі мақсат сол. Облысымыздағы аудандардағы мәдениет үйлерімен көбірек қызмет жасаймыз, бірге жұмыс жасаймыз. Осы бағытта көбірек жұмыс жасаймыз, көп жобалар ұйымдастырылып жатыр. Айтысы бар, айтыстың да республика, облыстық оқушылар бөлінеді, соның бәрін ұйымдастырамыз деген сияқты. Халықаралық деңгейде іс-шаралар бар. Жаңағы би ұжымдарының неке өтейін деп жатыр бұйырса, халықаралық деңгейде, облыстық деңгейде деген сияқты. Одан кейін жаңағы 6 микрофон өтіп жатыр жыл сайын. Біздің ең облысымыздағы бір мақтанатын дүниеміздің бірі. Сондай іс-шаралар өтеді, соның бәрін жабылып өткіземіз ғой енді ұжымменен. Ал бұл қызмет сізге қаншалықты жауапкершілік жүктейді, қиын емес пе? Жоқ, енді түсініп алсаң, бір жолға түсіп алғаннан кейін соны ары қарай дамыта бересің ғой, енді жыл сайын идея қосыла береді. Жан-жағындағы жаңағы көмектесетін жандар болғаннан кейін ол қиындыққа түспейді деп ойлаймын. Енді ең бастысы әрине қиын, оңай нәрсе жоқ. Қиыны болады, бірақ ол жұмыс, еңбек, қызмет деп ойлаймын. Сахнада жүргеніңізге 20 жыл болды, Мен 2006-та бастағаннан есептедім. Сондықтан енді 20 жыл деп алдым мен сол 2006-тан бері. Оның ар жағынан студент кездері болды. Оның бәрін есептесем ол енді болмайтын шығар. Ол енді студент кез оқуға бардық қой, өлең айтуға барған жоқпыз. Сондықтан нақты 2006-тан бастадым. Күні кеше 20 жылдық концертіңізді бердіңіз, бірақ бұған дейін аудан аралап концерт беріп жүрдіңіз. Сол идея қайдан туындады? Негізі біздің Тобыл Торғай, Қостанай өңірінде, Торғайдан шыққан тағы да басқа өнерпаздар біздің жергілікті әндерімізді насихаттау мақсатында өздерінің авторлық әндерін жаздырып жатыр. Жаздырып жүр және жаздырып жатыр, шығып жатыр. Соларды бір бәрде шыққысы келеді ғой, елге танылғысы келеді, жасыратын жоқ. Және ол әнді жазып алған қайда айтады? Жинақ қойып отырмайды ғой. Соны бір насихаттайық деп, сондай мақсатпен өздерінің ойлары болды. Соған бір енді бастап кететін бір және қолдап, бәсекелеп кететін біреу керек қой. Қай нәрсеге де өзі бір адам жүреді. Сондықтан сол бауырларымызға бір қолдау болсын деп, негізі біз осы облысымыздағы отбасылық дуэт Асхат Дидар Шыңғысовтардан бастадық. Одан кейін Қанат пен Әсем Ражановтар болып шықты. Тасқын бауырымыз өзінің жеке концертімен жүрді. Ол тек қана олар емес, өзіміздің Аслан Кенжетай бауырымыз да шығып жатыр. Өзінің әдемі әндерімен халықтың алдында концерт беріп жүр. Сол сияқты өнерпаздарды қолдан келгенше осы облыстық халық шығармашылығы орталығы мәдениет басқармасы қолдап жатыр. Және енді сол бір жағынан облыстық халық шығармашылығы қолдау білдіргеннен кейін, сол мекемеде жұмыс істеп жатқаннан кейін, бір жағынан рұқсат бергеннен кейін бірге еріп, соларға өзім ведущий болып ұйымдастырып, қолдан келгенше атсалысып, аудандарды аралап жүрміз. Аудандарды аралағанда да бұл жерде де енді өзіміздің жаңағы танитын кісілер, басшылар, әкімшілігі бар, мәдениет басқармасы бар, бөлімі бар, мәдениет үйі бар. Қолдау білдіргеннен кейін барасың. Әйтпесе қолдау білдірілмей жатса, қабылдамай жатса бармайсың ғой. Қазір шын айтқанда көрермен жинау оңай емес.
Сондықтан соның бәріне жан-жақты атсалысып қолдап жатыр. Сондықтан әрине басқасында жүріп, басқасында жаңа бағыт беріп, бір адам жүрмеген тағы болмайды. Ол идея сол жаңағы енді елді аралайық, шығайық дегеннен басталды да, сонымен жалғасып кетті ғой, 2-3 жыл болды келе жатырмыз. Яғни басымдылықты сіз өзіңізге ғана емес, басқа да өнерпаздарға бердіңіз, иә? Енді негізгі, қалай айтайын, негізгі енді әншілер товар ғой, былайша айтқан кезде, түсінікті болу үшін. Сондықтан ол товарды жеткізе білу, жарнамалай білу, халыққа ұсына білу. Қазір концерттің түрі көп. Жаңа Қазақстан концерт, таза Қазақстан концерт. Қазір субботникке шықсақ та өлең айтып кетеміз, флешмоб билеп. Бір спортшы келсе де айта беру, қолымыздан келгенше әнімізді айтамыз. Шын айтқан кезде көрермен де концертті талғайды, қарайды. Қазір салтанатты концерттер бар, торжественный дейді ғой. Сондықтан бұл концерттердің арасында да құр бәрі ән айта бермеу керек, шығып арасында әңгіме айтып, халықпен жұмыс жасап, реті келсе әзіл айтып дегендей. Сондай бір бағытпен жасадық концерттердің көбісін. Сондықтан халық енді жақсы қабылдаған сияқты, ұнаған сияқты, бір бағыт тапқан сияқтымыз. Сондықтан бұл енді тоқтамайды, жалғасып деген ойдамын. Өйткені тек қана жаңағы әншілер емес, әлі кейінгі толқындар келе жатыр, замандастарымыз бар. Әлі біраз өнерпаздар концерт береді. Беру керек, өнер адам болғаннан кейін жүру керек. Гастрольде көп жүру керек. Реті келсе елдің өнерін насихаттау керек. Өнер адамы деген аты бар ғой, ол не үшін? Құр мәдениет үйінде бір сахнаға шығып жүре берген адам жалғат негізі. Бірақ жүру үшін де, елді аралау үшін де еңбек керек, іздену керек. Сондықтан мен ойлаймын, ізденіп жатқан, еңбек жасап жатқан бауырларымыз бар, бұйырса жалғасады деп ойлаймын. Ал әзіл мен әнді байланыстыру, яғни өзіңіздің идеяңыз, иә? Иә, бұл енді концерт өнерпаздар, әншілер беріп жатыр ғой. Мен шын айтсам, 100% ана жерде 20 ән айтып беретіндей ондай бір әнші емеспін, жасыратын жоқ. Иә, терме айтатынымыз, аздап өлең айтатынымыз бар, бірақ халыққа шамалы осы кейінгі 2-3 жылда осы әзіл айтып, шамалы бір неткеннен кейін жан-жағымдағы жүрген жігіттер, жаңағы өнерпаздар айтады да, неге бір әзілмен әдемілеп концерт ұйымдастырып көрмейсіз деп. Сосын былай ойлап, сосын жаңағы өзі бір жинап жүрген енді материалдар бар дегендей, әзіл деген өте қиын ғой, оны жеткізе білу. Бір тақырыпты 5 театр қоя алады, бір тақырыпта 5 театр қойылым қояды, бірақ оны жеткізу, жаңағы подача деймін, өткізу халыққа. Олған күле ме, күлмей ме? Аудандарды аралауымыз да сол себеп. Жаңағы аудандардан өткізіп алып, қай жеріне күледі, қай жеріне күлмейді, ауыстыру, не тағы идея қосу деген сияқты. Сонымен әзіл мен ән деп өзіміздің жаңағы қасымда жүрген бауырларым атын қойды да, солай жасадық. Білмеймін, халық келді, толық зал болды, күлген сияқты, қабылдаған сияқты жақсы. Өзіңіздің көңіліңізден шығады? Әрине, көңілден шықты. Бір жақсы дүние болды деп ойлаймын өзім. Жалпы сценарийді өзіңіз құрадыңыз ба? Сценарийді өзім құрадым. Автор жоқ бізде, әзіл жасатын. Автор жоқ, өте қиын. Автор болса, мысалға мынау жаңа біздің әзіл кештері келеді ғой осында, олардың жанында авторы жүреді бірге. Мен авторларға шықтым, сол кәдімгі мықты авторлар. Оның бәрі қаражат. Қаражат қиын ғой бізде. Бізге ешкім былай қатты оңтүстік батыстағыдай, ол сен концертке шығады екенсің деп біреу миллиондап ішке бізге ешкім демеуші болмайды. Бірақ қаражат жоқ деп қарап жатуға тағы болмайды. Ешкімге қазір ренжімейсің, біреу саған беруге де міндетті емес. Жасасаң өзің үшін, болмаса халық үшін деп айтамыз. Бірақ жақсы көргеннен кейін өзің үшін шығасың сахнаға. Бірақ демеп жатқан жандар бар, жолдастар бар. Бір қоңырау шалып жасап жатыр екен, сәттілік деймін дегеннің өзі бір үлкен дүние екен. Сондықтан әрине демеп жатқан жандар жетеді. Көбіне өзім жинадым материал, жасыратын жоқ. Жаңа енді айтасыз, бізде өлеңнің өзін өлең жазып жатқан өнерпаздар көп деп, ал өзіңіздің қоржыныңызда қанша ән бар? Мен 2018 жылы рухани жаңғыру бағдарламасы деген болды ғой. Сол кезде өзімнің туған жерім Торғай жағын, ауылдарды аралағым концертте. Аралайтын кезінде біреудің фонограммасын айтуға болмайды дейді ғой. Содан кейін ән жаздырдым. Ән жазған кезде 10 шақты ән жаздырғам. Біздің елдің әндері бар, тағы да басқа. Бірақ шамалы енді жасыратын жоқ, қаражатқа байланысты кейбіреулер сапасыз болып қалды енді. Арасында домбырамен айтқаным бар, әңгімем бар, сөйтіп елдер. Сол кезде біраз әндер жаздырғам. Бірақ кеше мен ондай бір
авторлық әндерді жазған жоқпын, айтқан жоқпын, орындаған жоқпын. Бір 2-3 ән ғана орындадым. Өзімнің ұстазым Ерлан Романғалиев деген кісі болған, өмірден өтіп кетті. Сол кісінің бір әнін орындадым. Сосын мынау Ұзынкөл ауданында Виктор Лазарев деген жаңағы сазгер, өзге ұлт өкілі болса да біраз ән жазған кісі бар. Соның бір көрермен деген әнін орындап бердім. Қалған әнді жаңағы бір сахналық қойылым сияқты жасадық, блок, жаңағы гитарамен, домбырамен, баянмен ән орындау. Жаңағы Біржан Жүзбай ағамыз, Жасұлан Мақатов бауырымыз емтихан қабылдау ретінде отырды да олар. Соған мен экзамен тапсырған сияқты орындап отырдым. Бірнеше аспапта? Бірнеше аспапта. Домбыра, гитара, баян. Оларды бір кәсіби орын айта алмаймын, бірақ әйтеуір аздап халыққа бір жаңалық болсын деп жасадық соны солай. Ал жалпы енді кешегі түйінді концерт дей аламыз ба, Тобыл қаласында өткен концертті? Негізі 10-шы аймақта 10-шы концерт деп хабарлама берген мен. Бірақ бұл енді бір түйін. Ар жағынан ораза басталып кетіп жатыр ғой мінекей, Құдай қаласа. Сондықтан енді басқа елдерге барып концерт беру үшін кешке бересің, ол кешке уже ауызашар болады, халық келмей қалуы мүмкін деп тоқтатқанбыз. Енді өзімнің туған жерім Жангелдин ауданына ұсыныс жасады. Оларда бір әдемі бағдарлама бар, ерекше жоба. Жылда өтеді, ауыл және мәдениет деген. Ауылдан шыққандарды шақырып, жаңағындай сұхбат жүргізеді, концертін береді деген. Соған енді ұсыныс жасап жатыр, бұйырса сол Жангелді, Амангелді жағына қаратай барып қайтатын шығармыз. Демек жалғасады. Негізі енді, ұсыныстар болып жатса, районда шақырып жатса, жалғаса береді ғой. Ешқандай тоқтау жоқ. Әрине. Қанатыңыз талмасын. Жалпы енді өзіңіздің шығармашылық ұстанымыңызға келетін болсақ, сіз үшін сахна деген не? Сахнаны негізі әркім әртүрлі түсінеді. Сахнаны біреулер үлкен дейді, біреу кіші дейді. Ой, мынау жай сахна екен деген естіп жатыр. Сахна негізі бірдей. Сахна ол киелі деген сөз бар. Сахнада өйткені ол сахнада маған дейін қаншама тұлғалар, қаншама өнер адамдары жұмыс жасап кетті. Сахна сол керемет концерт беріп кеткен, өнер көрсетіп кеткен тұлғалардың сахнасын реті кесе былғамауға тырысу керек деп ойлаймын. Өйткені қазір көп қой, сахнада неше түрлі адам жасырады, жүре берсін. Бірақ қазір өзі заманда халық андай терме айта бастасаң, мысалға артқы жақтағы кісілер кете бастайды, шығып кетіп жатады кейде. Ой деген сияқты. Қазір сахнаға осындай өзі ұрваңдаған, жырваңдағандар жақсы көретін болып кетті ма, кейде түсінемін. Бірақ енді кеше сол әзіл жасасақ та, қатты әзілге бармайық деп, сахнаны былғамайық деп, тіл жайында да, дәстүр жайында да әйтеуір қолдан келгенше қазақтың бір жақсы жағын көрсетіп, телефонның да аздап бір зиянының бар екен, образдармен айтып көрсетіп, қолдан келгенше жасадық. Сахна, ол енді шын айтқан кезде мен үшін ең басты дүние. Сіз үшін сахна киелі демек? Киелі. Сахнамен ойнауға болмайды. Сахна үлкен кіші деуге болмайды. Ауылға барсаң да сол 5 адам отса да, 10 адам, 100 адам отса да, сол көрерменге қолдан келгенше қызмет жасау керекпіз. Ал әзіл мен әнді қатар алып жүру қиын емес пе? Әзіл мен ән дегенде бұл жерде енді әзілді мен енді көбіне өзім айтамын да, қасымда әншілер бар ғой. Оны біреулер ойлайды да, әзіл мен ән деген Мұрат өзі айтады. Айтатын жерде айттым, кеше өзім кешім болған. Бірақ көбіне мен қасыма әншілер алып жүрдім. Сондықтан әзіл мен ән деп бол. Әзіл дегеннен әзіл, мен деп ағылшынша жазылған негізі. Бұл жерде мен дегенді артынан мен ағылшынша мамандардан сұрасам, ол ер адам, еркек дегенді білдіреді дейді. Сонымен кешеде концерттің барысында айтып өттім. Әзіл мен деген бүгін концертім ер адамдарға көбірек арналатын сияқты деп. Сондықтан соңында айтып өттім. Сондықтан әзіл мен әнді қатар алып жүру негізі былай қатты қиын емес, материалың болып жатса. Бірақ соны жеткізе білу, соны халыққа өткізе білу. Халық та қазір жай нәрсеге күлмейді ғой. Сондықтан күлдіре білу керек деп ойлаймын. Енді оңай емес деп жатсыз, ал шабытты қайдан аласыз? Енді мынаны көрдік қой. Кеше мысалы халық қандай әдемі қабылдады, соның бәрі. Бұл енді осы шабыт халық береді ғой. Болады екен ғой деватым да. Мына дүниені бұйырса, ал күзге қарай басқаша бір тағы да форматта өткіземіз деген ой бар. Қазіргі таңда бұдан да басқа қандай жобалармен айналысып жатырсыз? Енді негізі өзі құрған жобалар бар. Енді жаңа облыстық халық шығармашылық орталығының жоспары бойынша өткізілетін іс-шаралар бар. Сондықтан сол жобаларды өткіземіз ғой енді. Биыл жаңа жас тұлпарымызды өткіземіз, тағы да басқа айтыстарымыз бар.
бұйырса жаңағы өткізетін жазда домбыра күні келе жатыр, соған арнап, сол мерекелерге байланысты жасай береміз ғой, идеялар сол туа береді. Былай енді кәдімгідей өзімнің жеке бір қатты жобам жоқ. Асабалар алаңы деген жобам бар. Оны енді өткізбегелі біраз болып қалды. Карантин болды, не болды. Бұйырса бір арқалық жағынан бір ұсыныс келді, жігіттер неге өткізбейміз аға деп. Сол арқалық жағында бір өткізсем деген ой бар осы асабалар алаңы. Оған енді демеуші керек, өйткені ол үкіметтің тарапында емес. Әрине олар қолдайды, үкімет тарапынан да жаңағы мен жұмыс орнымда қолдайды ғой, сөз жоқ. Бірақ бұл жерде біз асабалар болғаннан кейін ол шамалы біз мәдениетке қарай келе бермейді. Бірақ демеуші іздеп жатырмын, бұйырса Арқалық қаласында өткізгім келеді. Иә, міндетті түрде жақсы жаңалықтармен күтетін боламыз. Енді бұл сіздің алдағы мақсат, жоспарларыңыз, ал арманыңыз қандай? Енді кезінде армандайтынмын, көп нәрсені армандайтынмын. Ақын, айтыскер ақын болсам деп армандайтынмын. Оған болу үшін де ізденіс керек, оған үлкен жауапкершілік керек. Актер болуды армандайтынмын. Енді бірақ кәдімгі бір керемет актер болып кетпесек те, сахнада әйтеуір аздап жаңағы өзімнің көріп жүрген азаматтарымнан бағыт алып, Тұрсынбек Қабатовтың жобасына қатысып, сол Тұрсынбекке шамалы еліктеп, сөйтіп кеткен кездер болды. Одан кейін Қанат құрдасым шығып, Қайрат жаңағы келіп Қостанайға концерт берген кезде ойласып, осындай ақ бізде жүруге болады ғой деп армандайтын. Мен ойлаймын, кешегі бір арманның біреуі орындалған сияқты мен үшін. Жалпы менің мақсатым осы сахнада жүрген кезде мақсатым бір қазақтың тіліне, қазақтың өнеріне бір дұрыс қызмет жасаса екен. Әйтеуір бірдеңені құртып алмаса екен. Және өзі адам пенде ғой. Сахнадан жүргеннен кейін, ел алдында жүргеннен бір қалай айтайын, жамандыққа кетіп қалмай, әйтеуір жолдан тайып кетпей, жұртқа күлкі болмай дұрыс жүрсе екен деймін. Қазір қиын ғой өнер адамы. Арманым сол аман есен осы енді бір Алла қаласа 20 жыл қызмет жасап, сахнада осы өнерде жүзу жүріп, сахнада бір жақсы бір өнер көрсетіп кету. 40 жылдық, 50 жылдық концерттеріңіз бере беріңіз. Болады ғой. Құдай қаласа. Я, енді теңдейік, көрерменге айтар ой пікірлеріңіз. Кеше ой пікірмен кеше біраз іс-шарада біраз рахмет айттым. Веб экран арқылы да жазып көрсетіп жіберіп жатырмын алғысымды. Сондықтан осы бағдарлама арқылы барлық аудандарға, қызмет көрсеткен айналамда өнерпаздарға, демеушілерге, облыстық мәдениет басқармасы халық шығармашылық орталығына және Тобыл қаласындағы Алтын дән мәдениет үйіндегі басқарып отырған азаматтарға, әкімшілікке рахмет айтқым келеді. Алғыс білдіремін. Сіздерге де көп рахмет. Енді концертке дейін келе алмадым. Айып етпейсіздер. Концерттен кейін, уәде бергеннен кейін бүгін өздеріңізге келіп азды көп сұхбат беріп жатырмын. Сондықтан көп рахмет айтамын. Алаудың абыройы алаулай берсін, асқақтай берсін. Тобыл торғай таланттары шыға берсін. Қостанайдың алтын астығы таусылмасын. Мәдениетіміз мәңгі болсын, өнеріміз өркендей берсін. Барша көрерменге рахмет айтам. Кеше қолдау білдірген. Шын айтқан кезде қазір билетті өткізу де оңай емес, кеше енді ақылы болды. Сондықтан кеше лық толып отқан кезде өзім сахна ашылған кезде де кәдімгі бір жағынан қобалжып қалдым, бір жағынан қуанып та қалдым. Сасқанымнан, иә, Мұраттың емес, бір Музарттың концертіне келіп отқан шатыстырып алған жоқсыздар ма деп әзілдеп жатырмын. Сондықтан шын жүректен рахмет айтам. Барша көрерменіме алғыс білдіремін. Біз әлі кездесеміз. Біз күзде осы жобаны, концерт жалғастырамыз. Күтеміз міндетті түрде. Рахмет, Марат мырза. Бүгін алтындай уақытыңызды бөліп, бізбен сұхбатыңызбен бөлісіп жатырсыз. Алдағы уақытта енді барлық армандарыңыз, мақсаттарыңыз орындалсын дейміз. Жақсы жаңалықтармен міндетті түрде күтетін боламыз. Рахмет. Ал бізде құрметті көрермен, шағын ғана жарнамадан кейін міндетті түрде жалғастырамыз.